Армысыздар қазақ туран елі. Осы Тоқаевтың жолдауын қарап, енді бәріміз біліп жүрміз ғой. Тоқаев кезекті тыс президент сайлауды жариялап, енді президент сайлауында тағы да өз кандидатураны ұсынады, президент лауазымына таласады. Оның ой сондай. Қандай себеп осы кезектен тыс жасап тұрған осы сайлаудың? Мен 3 рет па солай бейнеге шыққанмын. Экономика жағынан қазақ еліміз дағдарысқа ұшырап кетеді. Содан соң мен еще айтам, мүмкін дефолт болады. Біздің мемлекеттің қарымыздар шетелдерге өте көп алтын валюта қоймадында ақша қазір 32 миллиард. Ал мемлекеттің қарзы 36 миллиард доллар. Енді 4 миллиард дефицит болады. Қайда ақша алады? Анау ұлт қордан алады. Әрине. Сосын трансферт бойынша осы жылда 4 триллион теңге алған. Келесі жылда, сосын 2023, 24, 25 жылда 3 жылдың ішінде 6 триллион теңге алады трансферт заң бойынша. Қазір мемлекетте нақты қарасақ, ақша жоқ. Содан соң біздің екі маңызды сауда экономика жағынан серіктестер Ресей мен Қытай, білесіз, өздеріңіз білесіз ғой, олар қазір Москва, Ресей қазір санкцияда, ал Қытайда қазір дағдарыс. Оларда да преддефолтное состояние айтады ғой. Ол бізге өте мықты соқтығыс болады. Удар. Экономика жағынан нақты мықты удар болады, ауыр удар болады. Содан соң Тоқаев оны түсініп, дефолт болса, ауыр дағдарыс болса, халық оны 2024 жылда оны қолдамайды президент сайлауында. Содан соң ол қазір осы кезектен тыс президент сайлауды жариялап, осы президент лауазымына қазір күресіп жатыр. Өз-өзінді тағайындайды. Бірақ ол бәрібір өз-өзі құтқара алмайды. Осы экономика біздің, елімізде экономика, ол тек қана бір жол. Төмен, дефолтқа ұшырау. Басқа жол жоқ бізде. Содан соң осы сайлауды өткізеді, бәрібір өткізеді. Референдум сияқты фальсификация жасайды. Өз-өзінде лауазымға тығады. Фальсификация ме? Обычно, Назарбаев қалай жасады 30 жыл? Фальсификация жасап, подтасовка, осы халықтың дауысын ұрлап, өзіне дауыс беріп, президент болған Назарбаев, солай Тоқаев жасайды. Ол анық бізге. Анау алаяқ оппозиция саясаткерлері айтады ғой, мен саяси оппозиция саясаткерлері Шураев, Тайжан, Абилов. Қалай, мен қанша білем, олар Шураев, Тайжан, олар Назарбаевқа ешқашан қарсы шықпаған жоқ. Ешқашан Назарбаевқа ауыр, сынап, сөз айтпаған жоқ. Содан соң олар қандай оппозиция саясаткерлер? Қыртыл ол. Осы боқтап сөз айттым, осы Шураевтың. Көбінесе қазақтар оларға қазір сеніп қалған. Олар Шураевтың, Тайжанның сөздері, әдемі сөздер, қазақша судай сөйлейді, әдемі сөйлейді. Медиа ресурстарды мықты
толчок бар, олардың олардың артында биліктің адамдары бәрібір бар. Шураев қалай бизнесмен болып қалды, қалай ақша тапқан? Дариғаның, Назарбаевтың арқасында. Мұхтар Тайжан ол кім? Ол да кезінде Назарбаевқа қызмет еткен. Оның сіңлісі Халық банктың төрағасы Умеджан Шаяхметова деген. Ал енді Халық банк білесіңдер ғой, ол Халық банк ол Назарбаевтың банкісі. Ақшаларды бәрі өткізіп, ұрлап жасаған. 2016 жылда Тайжан айтты ғой, Назарбаевқа рахмет айтыңыз, алғыс айтыңыз. Ол мораторий жариялады. Жерді сатпайды деп, 5 жылдың ішінде мораторий болады деп. Жарайды. Тайжан мен Шураев, бірақ олар өз өкілінде шығарады. Мүмкін Абилов болады, мүмкін Шураев болады, мүмкін Тайжан болады. Олар қатысады президент сайлауға. Сосын жарайды, халық Тайжанға дауыс береді, жарайды. Тоқаев ұтылып кетеді. Сосын Қосанов сияқты оларды жасайды ғой, сосын нәтижесімен Тоқаев фальсификация жасағанда, анау Шураев та Тайжан ба, олар да айтады, қолдаймыз, нәтижесімен бәрі жақсы болып қалды, Тоқаев бізді жеңіп қалған. Ол да болады. Сосын Серікжан Біләш деген бар. Ол айтады, байқұтқа шықсақ, ешқандай нәтиже болмайды дейді. Жарайды, қатысамыз. Жарайды, олар қазір өкілінде шығарады. Бірақ бәрібір фальсификация жасап, анау орталық сайлау комиссиясы, ол бәрі Тоқаевтың бақылауында. Олар бәрібір Тоқаевқа дауыс береді. Сосын не болады? Тоқаев тағы да президент болады. Халық тағы да алданылып кетеді. Сол үшін бізге не жасау керек? Мен ойымша бізге қарапайым халықтың өкілдеріміз, халықтың белсенділеріміз, оппозиция, ұлт демократпын мен, ұлтшылдармыз, қазақ ұлтшылдармыз. Бізге осы дауыс күнінде бейбіт шеруге халықты жинап, алаңға шығып, өзіміздің көзқарасымызды, өзіміз құқықтарымыз қорғап, Тоқаевпен келіспей, осы сайлаудың нәтижесімен келіспей, фальсификация ретінде жариялау қажет. Бәрібір фальсификация болады, бәрібір халықтың дауысын ұрлайды. Ол маған белгілі, анық маған. 30 жыл Назарбаев солай жасаған. Тоқаев Назарбаевтан алыс кеткен жоқ. Солай. Именно, осы день голосованияда бейбіт шеруге шығу керек бізге. Болды, басқа амал жоқ. Басқа тәсілді жоқ, әдісті жоқ. Ештеңе. Қандай саяси күрес, қандай болады? Маған қазір менің қолдаушыларым, Туран қозғалысының қолдаушылары қазір тоже айтады, өз кандидатураны жібер. Көрем, мүмкін көрем, ұсынам. Бірақ бізді бәрібір өткізбейді, билік өткізбейді. Қорқып кетеді олар. Көреміз. Қазір 2 жол болады. Сайлауға қатысу, бірақ бәрібір бейбіт шеруге шығу. Сосын белсенді бойкот, бірақ бәрібір день голосованияда сол күнде бейбіт шеруге шығу. Болды, басқа амал жоқ бізде. Басқа амал жоқ, реально амал жоқ бізде. Халықтың дауысын, халықтың құқығын бәрі қорлап, зорлап, ата заңды конституцияны бұзып, 2 жылға жетпей президент сайлауға, 2024 жылға жетпей кезектен тыс осы президент сайлауды жариялап, ол не деген? Ол нақты
ата заң конституция бұзушылық қой Тоқаевтың. Ол менің ойымша Тоқаев президент лауазымына моральдық құқы жоқ. Қаңтар айында өз нақты бетінде көрсетті кім екенін. Қазақ халыққа ол қарсы. Қазақ халықтың мүддесін қорғамайтын адам. ОДКБ-ден шықпады, Евразестен шықпады. Қазір 500 миллиард Ресей рубль қазақтың банктерінде жатыр. Ешкімге керек емес ол. Қалай не істейді? Ол бәрі қазақты пайдаланып Ресейдің экономиканы қолдаған. Солай Ресей ол Тоқаев Путиннің өкілі болды. Путин не айтады, сол Тоқаев жасайды оны. Содан соң Тоқаев отставка кету керек. Басқа амал жоқ. Болды, отставка кетсін, Москваға кетсін, өз балалар, отбасы бәрі Москвада тұрады ғой. Ресей азаматтық алып осы анау Тимур Тоқаев баласы, Тоқаевтың баласы. Ол нақты жау ғой. Путинге ешқандай қарсы сөз айта алмайды. Потому что оның баласы Москвада тұр. Москвада тұрғанда қазір аманат ретінде. Ол тарих бойынша да солай кезінде Ресей патшаларды, қазақтың анау хандардың, сұлтандардың балалары қазір аманат ретінде ұстаған ғой. Анау Беларусь президент Лукашенко, Коля Лукашенко, олар да Москвада тұр аманат ретінде. Содан соң Лукашенко, Тоқаев Путинге ешқашан қарсы шықпайды. Ал білесіз, Медведев, Никонов, Федоров не етті? Қазақтың жеріміз жау аламыз деді. Алып қоямыз. Солтүстік Қазақстан жерлері біздің Ресей жерлері. Солай болды ғой. Қаншама қазір орыстар Ресейден қазақ елімізге көшіп жатқан. Тоқаев ештеңе жасамады. Өз жерінде, өз халықты қорғамай жүр ғой. Содан соң бізге бас тарту керек Тоқаевтан. Тоқаев отставка кету керек. Ал біз сайлау күнде бейбіт жерге шығу керекпіз. Солай бізде басқа жол жоқ, басқа амал жоқ. Білмеймін мен, енді мен есім Аслан Құрманбаев, Туран қозғалысының жетекшісімін, ұлтшылмын, қазақ ұлтшылмын. Осы бізді қолданыз, Туран чатына жазылыңыз, YouTube каналымызға жазылыңыз, подписка жасап. Сау саламат болыңыздар. Сау болыңыз.